Асығыстық. Бұл оқиға Қытайда болған екен. Бір ауылда өте кедей қария болыпты. Қарияның аппақ бір аты болған екен. Сол елдің ханы оның атына қатты қызықты. Хан кедейге алтын мен ақша берем деп қанша айтса да, қария атын сатпапты. Бұл ат жай ат емес. Мен үшін бір дос. Досты сату мүмкін емес, деп айтыпты ханға. Бір күні таңертең қараса, ат жоқ. Ауыл жамағаты қарияға: ақымақ екенсің, ханның қалаған нәрсені саған тастамайтыны, сатып ала алмаса күшпен алатыны белгілі ақ еді. Ханға сатып алтынға батар едің, енді қазір ақшаң да жоқ, атың да жоқ, деп ұрысқан екен. Қария: асығыстық жасамаңыз, білгеніміз аттың жоғалғаны, солай айтыңыз, депті. Өйткені аттың жоғалғаны ақиқат, қалғанының бәрі сіздің ой пікіріңіз. Аттың жоғалғаны мен үшін бақыт па, бақытсыздық па, ол жағы белгісіз. Өйткені бұл оқиға тек қана басқа оқиғалардың басы, аяғы қалай болатынын беймәлім, депті. 15 күн өтпей ат қайта оралады. Сөйтсе, ешкім оны ұрламапты, тауда жүріпті. Қайтқан кезде де өзімен бірге тағы 12 жабайы атты ертіп алып келіпті. Ауылдағылар мұны көре салып, қариядан кешірім сұрапты. Әкетай, сіздікі дұрыс болған екен. Атыңыз жоғалғаны бақытсыздық емес, бақ құс болыпты сіз үшін. Қария тағы да: асығыстық жасап жатсыздар. Аттың қайтып келгенін айтыңыз. Білгеніміз осы ғана. Кейін оның не боларын көре жатармыз. Бұл да тек қана бір бастама. Бір сөйлемнің бірінші сөзін ғана оқып, кітап жайлы қалайша айта аласыздар, дейді. Бұл жолы ауыл қауымы қарияны мазақ етуге қысылса да, араларында кейбірі алжыған болар деп тұрды. Бір апта өтпей, жабайы аттарға мінемін деп, қарияның жалғыз ұлы аттан құлап, аяғын жарақаттап алады. Үйдің нанын тауып жүрген бала енді біраз уақыт төсек тартып жататын болды. Ауылдағылар тағы да: дұрыс айтқан екенсің, бұл аттардың кесірінен жалғыз ұлың төсек тартып жатыр. Одан басқа ешкімің де жоқ. Енді бұрынғыдан да жаман кедей боларсың, дегенде қария: сіздерде асығыс шешім қабылдау әдеті бар екен. Неге асығыстық жасайсыздар? Баламның аяғы жарақаттанды. Ақиқат осы ғана. Қалғанның бәрі сіздің ойыңыз. Өмір осындай кішкентай сынақтардан тұрады. Ертең не болары бізге беймәлім. Бірнеше аптадан соң елге жау шабады. Хан жас жігіттердің бәрін әскер болуға шақырды. Қарияның ұлынан басқасының бәрін әскерге алып кетті. Ауыл қайғыруда. Өйткені шайқасты жеңіп шығу мүмкін емес. Кеткен жастардың да тірі қайтпайтыны айдан анық еді. Қарияға айтқанының рас болып шықты. Аяғы сынық болып жатса да, ұлың қасыңда. Әлі де асығыстық жасап жатсыздар, дейді қария. Не болатынын ешкім біле алмайды. Білгеніміз менің балам қасымда, сіздердікі әскерде. Осылардың қайсысы бақыт, қайсысы бақытсыздық екенін айта алмаймыз, десе керек. Мәтінді оқып шықтық. Енді сұрақтарға тоқталатын болсақ, аты жоғалған қарияның ауыл адамдарының берген алғашқы мінездемесі. Ең басында қария атын ханға сатпай қояды, сосын аты жоғалып кетеді. Аты жоғалғаннан кейін ауыл адамдары, ауыл жамағаты қарияға: ақымақ екенсің, атың сата салмадың ба? Енді ақша да жоқ, атың да жоқ, дейді. Сөйтіп мазақ етеді. Сонда ең бірінші берген мінездемесі мына жерде: а да дұшпан дейді, ол қате, в кедей, с алжыған, д ақымақ, е көреген. Бізде жауапта ақымақ. Ең бірінші берген мінездемесі ақымақ деген ауыл адамдар. Келесі, мәтін бойынша ауыл адамдарының үнемі қайталайтын әдеті. Қария атын сатпай қойыңыздар, ақымақ екенсің, сата салуың керек еді, деді. Асығыс шешім қабылдады. Енді атың жоғалып кетті, енді не істейсің, дейді. Кейін аты 12 жабай атты ертіп келген кезде, бұл бақыт болған екен деп, тағы да біздікі қате болған екен деп, тезірек асығыс шешім қабылдайды, ауыл адамдар. Кейін баласы сол жабай аттарды мінем деп, аяғын сындырып алады. Ол сізге бақытсыздық болған екен деп, тағы асығыс шешім қабылдайды. Қария ескертеді оларға: асығыс шешім қабылдамаңыздар, арты не боларын біз білмейміз, бізге беймәлім, деп. Кейін ауыл адамдарының ұлдарын хан әскерге алып кетеді.
Енді мәтін бойынша ауыл адамдарының үнемі қайталайтын әдеті, яғни асығыс шешім қабылдайды, иә. Енді мына жауаптардан тоқталатын болсақ, тездетіп баяуды көздеу, бұл емес, иә. В. Қарияның атты сатуын күту, бұл да емес. С. Қарияның келемеждеу, бұл да емес. Д. Тездетіп аттарды табу, бұл да емес. Е. Асығыс шешім қабылдау, иә. Әркез қария ескертіп отыр, сіздер артын бақпай, асығыс не үшін шешім қабылдайсыздар деп. Бізге бұл бақыт па, бақытсыздық па, оны бізге беймәлім деп ескертеді. Келесі сұрағымыз, қарияның баласының аяғын жарақаттауына себеп болған жағдай. Аты жоғалып кетеді. Аты жоғалып бір 15 күннен кейін аты таудан келеді, яғни тауға қашып кеткен екен. Таудан келген кезде өзімен бірге 12 жабайы атты ертіп келеді. Сол жабайы аттарды мінемін деп, баласы сол жабайы аттардан құлайды да, аяғын сындырып алады, иә. Енді сол жауапты табатын болсақ, А жауабында ауыл адамдарының ниеті дейді. В. Ханның құтылудың іс-әрекеті дейді. С. Жабайы аттардың келуі, яғни осы жауап бізде соғысқа бармаудың айласы. Е. Өз атының кесірі дейді. Бізде жауап С болады, яғни жабайы аттардан құлап, қарияның баласы аяғын жарақаттап алады, иә. Келесі оқиғалардың орналасу реті дейді. 1. Жабайы аттардың еріп келуі. 2. Баланың әскерге алынбауы. 3. Аттың жоғалуы. Д. Баланың аттан құлауы. Енді бізге мына оқиғаларды 1, 2, 3, 4 оқиғасын рет-ретімен қойып шығу керек. Ең бірінші бізде аттың жоғалуы болады, иә. Яғни қария атын сатпай қойғаннан кейін аты жоғалып кетеді. Оны ауыл адамдары бай ұрлап кетті, болмаса алып кетті деп ойлайды да. Сөйтсе ол аты жоғалмай тауға қашып кеткен екен. Бірінші оқиға сонда 3 екен. Мына жерде бізде 3 деген жауап В мен С жауабында тұр, қалғандар қате. А, Д, Е деген қате, иә. В мен С бізде дұрыс жауап. Енді екеуінің қайсы дұрыс екенін табу керек. Ат жоғалғаннан кейін аты не істейді? Жабайы аттарды ертіп келеді, таудан. Сонда 3, 1, иә. Бірінші жауап аттың жоғалуы 3, одан кейін 1, жабайы аттарды ертіп келуі. Сосын жабайы аттардың деп баласы аяғын сындырып алды. Баланың аттан құлауы, иә, яғни 4. Сонда 3, 1, 4, сосын барып 2 екен. Баланың әскерге шалынбауы, яғни аяғын сындырып алғаннан кейін әскерге жарамсыз болады. Сол себепті бізде жауап 3, 1, 4, 2 деген. 3, 1, 4, 2. В жауабында тұр екен, не? 3, 1, 4, 2. Келесі қарияның ауыл адамдарына берген жауабының мазмұны. Асығыс шешім қабылдау бақытсыздық дейді. Толығымен оқып шығайық. А жауабы, иә. В жауабы тез арада шешім қабылдау үлкен өнер. Қария бұны ескертпейді, иә. Бізге А жауап сәйкес келіп қалатын сияқты негізі. С жауап көзбен көрген шындық, қалғаны әркімнің өз ойы дейді. Көзбен көрген шындық, қалғаны әркімнің өз ойы. Қария ескертіп отырады, иә. Бұл айтып отқан шынымен де ауылдың өз адамдарының ойлары. Қарияға атыңыздың жоғалып кеткені, ханның ұрлап кеткені деген ол ойы. Негізінде ат ол тауға қашып кеткен еді, ұрламаған еді. Д. Сонда бізде А мен С жауап сәйкес келіп қалады сәл. Д жауабында көзбен көрген шындық, қалғаны ұят дейді. Ұяттың ешқандай бір жерде қатысы жоқ, иә. Д жауап емес, сонда В, Д емес. Е дегеніміз бақыт пен бақытсыздық қашан да егіз дейді. Бұл жерде оны меңземейді. Е де жауап бола алмайды. Сонда бізде А мен С екеуінің біреуі асығыс шешім қабылдау бақытсыздық. Асығыс шешім қабылдау кейбір кезде бақытсыздық, кейбір кезде ол бақыт алып келеді. Үнемі бақытсыздық емес. Сонда А жауап сәйкес келмейді екен негізі. Бізде мына С жауап көзбен көрген шындық, қалған әркімнің өз ойы дейді. Қарияның ауыл адамдарына берген жауабының мазмұны осы негізі, иә. Мына жерде айтып кетеді ғой, міне, мәтінде де айтылған. Өте әдеті бар екен, неге асығыс шешім қабылдайсыз? Міне, ақиқат осы ғана, қалғанның бәрі сіздің ойыңыз деп. Анау баласының аяғын сындырып алған кезде. Келесі сұрақ. Атын сатуын сұраған ханға берген қарияның жауабына сәйкес келетін мақал дейді. Бұл жерде қариядан хан атын сұрап келеді. Сол кезде қария берген жауабында бұл ат жай ат емес. Мен үшін бір дос. Досты сату мүмкін емес деп жауап берген еді, ханға.
Енді соған сәйкес келетін мақал дейді. Мына жерде мақал табу керекпіз соған. Яғни А жауабында ат ердің қанаты дейді. В жауабында шешінген судан тайынбас. В ешқандай жауапқа бір сәйкес келмейді. А сәйкес келіп тұр негізінен. Ат ердің қанаты. С асыққан шайтанның ісі дейді. Бұл жерде ешқандай оның Харияның ханға берген жауабына ешқандай сәйкес келмейді, иә. Д жауабында көрпеңе қарап көсіл. Бұл да ешқандай басқа бір мағына береді. Е қанағат қарын тойғызар. Бұл да ешқандай. Сонда бізде ең жақын сәйкес келетін жауап ат ердің қанаты дейді, иә. Келесі мәтінде қолданылмайтын сандық ұғым дейді. Мына жерде бізде сандық ұғым. Мына жерде қолданылғандардың мына мәтінде қолданылған сандық ұғымдар бар. Енді осылардың ішінде біреу қолданылмады. Енді бізге соны тауып шығу керек, иә. Мына жерде міне бір деген қолданылған екен, бір күн таңертең қараса дейді. Сонда бір деген жауап бар екен. С жауап емес, иә. Одан кейін бір ауыл деп мына жерде айтып кеткен екен. Сосын қанға ауыл сол 15 деп мына жерде 15 деген айтып кеткен екен. В жауапта сәйкес келмейді, иә, міне 15 күн өтпей дейді. 15 күн өтпей ат қайта оралады дейді. Сосын мына жерде тағы да өзімен бірге тағы 12 жабай атты ертіп келді дейді. 12 жабай ат. Сонда 12 Е жауап болмайды. Сонда В, С, Е жауаптар емес, Д мен А қалды. Бірінші мен 10 деген. Бірінші мен 10 деген. Енді мына жерін әке-әтесіздікі дұрыс болған екен. Бұл жолы ауыл қауымы қарияны мазақ етуге қалса. Бірнеше аптадан соң дейді. Бірнеше деп қолданған екен мына жерде. Бірінші дейді мына жерде. Біраз уақыт өтіп тапып жатады дейді. Бірнеше аптадан соң кейін жауап. Мына жерде қарап отырсақ, міне, бір сөйлемнің бірінші сөзін ғана оқып кітап жайлы қалай айта аласыздар дейді. Бірінші дегенде қолданған екен, иә. Енді сонда бізде 10 деген қолданылмаған екен негізі. Мына жерде 15 деп айтқан, 10 емес. Мына жерде 12 деп айтқан, 10 емес, иә. Сонда бізде мына жерде мәтінде 10 деген сандық ұғым қолданылмаған екен. Келесі мәтінде жауабы жоқ нұсқа дейді. Енді А сұрағында не дейді? Қанша жабайы жылқы еріп келді? Мына жерде мәтінде айтып кеткен, 12 бас жабайы жылқы еріп келген. Онда бұл жауап емес. В. Қарияның атын кім сатып алғысы келді? Хан сатып алғысы келді. Бұның да жауабы бар. С. Қарияның баласының аты кім дейді? Қарияның баласының атын айтпаған, мәтінде. Бұның жауабы жоқ негізі. Сонда бізде жауап С. Енді Д-ны көрейік. Қарияның атының түсі қандай? Міне, бірінші абзацта бір ауылда өте кедей қария болыпты. Қарияның әппақ бір аты болған екен. Яғни әппақ түсті болған екен аты, иә? Оның жауабы бар. Кім аяғын жарақаттап алды? Яғни қарияның баласы аяғын жарақаттап алды. Бұның да жауабы бар. Сонда бізде жауабы жоқ. Қарияның баласының аты кім? Мәтінде меңземеген. Қарияның баласының атын бермеген, иә? Осымен нұсқа талдау аяқталды.